Біз білмейтін тылсым. Құдайға сенбейтін адам тылсымға да сенбейді. Алла пенделеріне әркез белгі беріп тұрады. Алайда адамдар түсінбейді. Түсінбеген соң қабылдай алмайды. Бәрін кездейсоқтыққа апарып тірей салады. Кездейсоқ еш нәрсе болмайды. Рухани өсу жоқ жерде тәннің ауырлығы адамшылдықтан гөрі пендешілікті алға шығарады. Мұның бәрі Құдайға деген сенімсіздіктен туады. Әйгілі халық ақыны Жамбыл Жабаевқа бірде: «Жәке, осы аузымен құс түстеген Қалманбетті жеңдім дейсіз, қалай жеңдіңіз?» деп сұрапты біреу. Сонда Жамбыл: «Оны мен жеңгенім жоқ, атамыз Қарасай мен Сүйінбайдың әруағы ғой жеңдірген» деп жауап беріпті. Осы әңгімені естіген Бауыржан Момышұлы тебірене таңданып: «Қандай терең жауап! Егер маған біреулер Ұлы Отан соғысында жауды қалай жеңдіңіздер деп сұрақ қойса, жәкеңе ұқсап: жауды біз жеңген жоқпыз, оны жеңдірген ата-бабамыздың әруағы ғой деп жауап берер едім» деген екен жарықтық.